Ілияс Есенберлиннің «Қаһар» романынан үзінді. Түс кезі болып қалғанды. Ортадағы зеңбіректің оғы дәл тиген бір атты сарбаз ат-матымен көкке ұшқанын Қарапұшық анық көрді. Екі жігіт шет жақтан құлап түсті. Өз тұсынан да екі жігіт ат-матымен омақата оққа ұшып қаза болды. Қарапұшық зеңбіректерді тағы да аттырды. Бірақ бұл жолы оның оғы далаға кетті. Өзі де түсінбей қалды. Бұл не ғажап? Зеңбірек даусы шыққаннан кейін сарбаздар қорқып кейін қашудың орнына кенет 5 қатар боп бірінің соңынан бірі тізбектеліп, араларын тағы да 10-15 құлаштан салып бекініске лап қойды. Бұл жолы олар нағыз бір шыр көбелек айналған құйын тәрізі, көпшілігі ордың арғы қабағын қоршай шауып, қауырсын жебелерді тағы да қардай боратты. Жақын жерден көзделген мерген оқтары қорған үстіндегілердің басын көтертер емес. Ал басы қара Төлебей басқарған әскерлердің бір тобы зеңбіректерді солдаттар қайтадан ордың қабағына меңзегенше оңтүстік пен солтүстіктегі қақпа алдынан жіңішке жолдардан бері өтіп, қорғанның іргесін айнала шауып, бекіністің үстінде тұрған солдаттарға қыл арқан бұғау лақтырды. Қорғанның әр жерінен басын қылтан еткізіп көтерген 5-6 солдатты лақтырған бұғау іліп те әкетті. Екі жақтан бірдей атылған мылтық, тартылған садақ, әлем тапырақ бір қияпат. Дәл осы кезде айқай-шу, жанталасқан айқасты пайдаланып, бекіністің солтүстік жақтағы шойын топсалы, шананың табан темірімен шандалған шынжыр құлып қарағай қақпаның сыртынан бір топ сарбаз шелектеп, қарамай жағып, түбіне қарамаймен ысталған қызыл тобылғыны үйіп, өрт қойып жатты. Бықси жанған тобылғының үстіне бірнеше шелек қарамай тағы құйылды. Жалын алғашқы рет лап етіп көкке көтерілген кезінде ор қабағына қайтадан меңзелген зеңбіректердің де жер жарған гүрсілі естілді. Бұл жолда 20 шақты жауынгерді оққа алдыртып, жарлық бойынша Кенесары сарбаздары кейін шапты. Бірақ бұл кезде бекіністің іші қалың өртке айналған еді. Қоңырқұлжа мен Қарапұшыққа енді бар әскерін екіге бөлуге тура келді. Өрт сөндіруге жіберген жауынгерлерді қоспағанда бекіністі қорғауға жарайтын небары 200-дей солдат қана қалды. Оның үстіне екі зеңбірекшіні Кенесары сарбаздары арқанмен тартып әкетіп, бұлардың күші тіпті азая түсті. Қоңырқұлжа мен Қарапұшық халдарының мүшкіл бола бастағанын сезіп, не істерге білмей, әбден сасып тұрған кездерінде солтүстік қақпаның лапылдап жанып жатқанын көрді. Бесінен өртене бастаған қақпа ағашы екіндіге жетпей жанып болды. Енді темір қоршаулар саудырап жерге түсіп, қорғанның солтүстік жағынан 20 құлаштай жері үңірейе қалды. Қауіп қай жақта екенін көздері көрген Қоңырқұлжа мен Қарапұшық осы қақпаның қарсысына дереу құм салған қораптардан кедергі істетіп, 30 қарыбын мылтықты солдатты сол қаптардың тасасына отырғыздырды. Бағанадан бері құр садақ тартып, мылтық атып, алыстан тиіп қашып жүрген Кенесары сарбаздары да енді қамалға кірудің мүмкіншілігі барын көрді. Бәрі бірде лап қоюға қақпаның алдындағы жол жіңішке, жау бар зеңбіректерің, қаруың осы араға меңзер болса, топырлап шапқан жұрт босқа қырылады. Осыны ойлаған Кенесары ұрыстың түйіні шешілетін жерге өзі келіп, қайсың барсың 100 адаммен бекініске кіретін деп айқай салды. Атын ойнатып басы қара батыр шыға келді. Жолың болсын, деді Кенесары. Өзге батырларға да жау көңілін бұру үшін сендер де бекіністің жан-жағынан оқ жаудырыңдар деп бұйырды. Басы қара батыр Кенесарының ризалығын алысымен өзінің 1000 әскерінен таңдап 100 сарбазды бөліп алып, жау қамалына қарай лап қойды. Өзі ат жалын құшып, ер үстіне еңкейе жатып алды. Астындағы кер төбелі қалың шөпті бауырлай ұшқан құс тәрізді. Соңынан құйындата шұбарған 100 сарбазы. Басықараны мұндай шапшаң қимылдайды деп солдаттар да ойламаған болуы керек. Мылтықтарын оқтап кезенгенше, басықара сарбаздарын соңынан шұбырта бекіністің ішіне кіріп те үлгерді. Қақпаның дәл қарсы алдындағы үйілген қапшықтан кер төбелін секірте өтіп, қарама қарсы келіп қалған бір-екі солдатты кеспелтек сойылмен доптай қағып қайта оралғанында ұзын бойлы қара бұжыр солдат орнынан ұшып тұрды да мылтығын шапшаң кезеп басықараны дәл көкірек тұсынан дәлдеп атты. Аңғал батыр сауатсыз еді. Қош бол елім деп ат үстінен сүйретіле біраз жер барды да сылқ етіп құлап түсті. Қол бастаған батырларының оққа ұшқанын көрген 100 жігіт кейін қарай шаба жөнелді. Қашқан жауға қатын да ер, соңдарынан атылған оқ бұлардың да 10 шақтысын алып қалды. Шегінген тобырының соңынан иесіз ойнақтап шыққан басықараның кер төбелін көргенде Кенесары шыдай алмай,
Тастамандар басықара батырды жау қолына деп тұлғасы бөлік көк буырыл бестісін ойната әмір беріп, ешкін шықпаса өзім шабайын деп ыңғайлағанша қамыс құлақ бөкен сан бүкіл арқаға әйгілі ортеке аталған сәйгүлігімен Төле би батыр жұрттан сытылып шығып жеке сала берді. Бұл кезде Кенесарының қасында өзге батырлардың еш қайсысы да жоқ еді. Наурызбай да, Ағыбай да, Бұқарбай да бөтен шепте болатын. 200 қадамдай жерде жеке кетіп бара жатқан Төлебайды көргенде Кенесарының өзі де шыдай алмады. Көк бурылдың үстіне тік түрегелі тұра қалып, абылайлап қамалға қарай құйындата жөнелді. Көк бурылды үстінде ажалдан қорықпай түрегеліп шауып бара жатқан Кенесарыны көргенде өзгелері де орындарынан тұра алмады. Абылай, Ағыбай, Атығай, Қабанбай деп ұрандап бекініске лап қойды. Айқай-шудан жер сілкінеді. Күн батып қара көлеңкеленіп бара жатқан кез еді. Таң сәріден нәр татпай күні бойы Кенесары сарбаздарымен екі жақтан алысқан ер жүрек солдаттар да енді шыдай алмады. Біртіндеп шегініп, үй-үйді тасалап атысуға мәжбүр болды. Әйтсе де белдесіп келгенде қаптаған сойыл, сыңсыған найза қояма, түн ортасы аумай Ақмола бекінісінің әскері жеңілді. Тек қара түнді пайдаланып азғантай әскермен Қоңырқұлжа Қарапұшық бекінісінің есіл жақтағы қақпасынан қашып шықты. Жеңіске мастанған қатыгез жауынгерлер қорғансыз қалыңға, қойға тиіп қанға құныққан аш қасқырлардай жазықты жазықсызына қарамай түні бойы ойран салды. Таланбаған мүлік, былғанбаған абырой қалмады. Қандай ұрыс болса да ең алдымен бүліншілікке ұшырайтын халық. Бұл жолы да солай болды. Жыламаған бала, боздамаған ана жоқ. Бұл қырғын тек таң атағана толастады. Сөйтіп Кенесары сарбаздар Ақмола бекінісінің үйлерін тегіс өртеп, қорғанын құлатып, жермен жексен етіп, орларын топырақпен бітеп, кешегі Шығыс Сібірдің отаршылық қамалы тұрған жерді тып-типыл етіп, ертеңіне қайтадан Ұлытауға қарай шегінді. Осы жолы Ақмола бекінісін алуда еткен қаһармандық қайраты үшін Кенесары Төлебайды жеке батыр атады. Көп кешікпей Ағыбай, Наурызбай, Бұқарбай, жеке батыр бастаған Кенесары сарбаздары Ақтау, Ортау бекіністерін алды. Зеңбірек пен Қарабиінді, Аға Сұлтан мен Старшинді жеңуге болатынын көрген әзірге үндемей келген кейбір рулар енді Кенесары ордасына қарай ағыла түсті. Кенесарының абыройы да қадірі де артты. Бірақ жан аямас қаталдығы көп елді өзінен үркітті. Алайда соңынан ерген батырлар оны ұлт қаһарманына айналдыруға тырысты. Ал Кенесары өзі болса, аяз әлінді біл, құмырсқа жолыңды біл дегендей, әлі де ақ патшамен шын белдесіп күресуге күшінің жеткіліксіз екенін жақсы түсінді. Енді ол бұлан құйрық түлкі қулыққа салып, патша солдаттарымен жата-жастана ұрысып, қазақтың ереуілге қосылмай жатқан басқа руларын өзіне тартуға кірісті. Ақмола бекінісінен айырылған түні Қоңырқұлжа Қарқалы өкірігімен шектес Есілдің ертіске қарай бұрылар түбіндегі Зейнеп ауылына беттеген. Кенесарының көтерілісі дами бастағаннан ақ дәт беріп отырған жер суынан айырылған қалың елдің қаһарынан сескеніп, шын көңілмен қосылған Азнабай балаларынан басқа да Едігенің шоңы, Күшіктің шорманы, Шорманның мұсасы, Сандыбайдың ертені, Дүзені, Сайдалының ақ қошқары секілді арқаның мыңды айдаған бірнеше шыңжыр балақ, шұбар төс байлары Кенесарыға біз сендер жағындамыз деп жалған ниет білдірген. Тіпті сол патша отаршылығына мойын ұсынып, шен алып, шекпен киген сұлтан тұқымдарының кейбіреулері Кенесарыға қосылып кеткендей болды. Уәлиханның екінші баласы Әбілмәмбет Мәмке Кенесарыға еріп, жорықта қаза тапты. Тұрсын ханның сарманы қара қазақтан шыққан көшенің Тұрлыбеген Аға Сұлтан қойдың деп ақ патшаға қарсы көтеріліп, Қасым балаларына келіп қосылған. Абылайдың туған ағасы Жолбарыстың баласы Қошай, Уәлиханның туған інісі Шыңғыстың баласы Сартай секілді Абылай тұқымынан шыққан бірнеше сұлтандар Кенесары жағына бірден ауған. Осындай аласапыран кез артында сөзі тыңдар елі бар Арғынның биі Шегеннің мұсасы, Қыпшақтың биі Жаңбыршаның балғожасы секілді табанды бай би сұлтандар болмаса, Кенесары малымды айдап алады деп қорыққандары уақытша болса да ереуілшілдерді жақтағандай көрінген. Арқадан Ақмолаға Аға Сұлтан Қоңырқұлжаға сүйеніш болар тек Қарқаралы Аға Сұлтаны Жамантай, Аманқарағай Аға Сұлтаны, Уәлиханның айғанымнан туған баласы Шыңғыс, Баянауыл Аға Сұлтаны Абылайдың маманың орнынан алынғаннан кейін Қарадан шығып осы Баянауылға Аға Сұлтан болған Тұрсынбайдың Боштайы, Көкшетаудың Аға Сұлтаны Атығайдың Аңғал руынан шыққаны мыңды айдаған Қара Тоқаның Сотқар Зілқарасы мен Құсмұрын тұсындағы Ашамайлы Керейдің Баукеспе ұрылар ұстаған Бақыған бай Есенай. Бұлардың ішінен әсіресе арқа сүйері жері жақын және Қоңырқұлжаның қайын жұрты Тәукенің Құсбегі мен Жамантайы.
Бұлардың түбі арқаға сіңіп кеткен Ораханның баласы Бөкей сұлтанның немере шөберелері. Құсбек пен Жамантай жайылымға билейтін елге аға сұлтандыққа таласып өзара күнде қырылысып жатқанмен азуы 6 қарыс Қоңырқұлжаны күйеу санап екеуі бірдей жақын тұтады. Жас тоқал Зейнеп Тәукенің ең кенже қызы. Ақмола округіне Қоңырқұлжаның қандай беделі жүрсе, Қарқаралы округіне Тәуке балалары Жамантай мен Құсбектің де сондай беделі бар. Сондықтан да Қоңырқұлжа Зейнеп пен баласы Шыңғыстың арқасында оқиға жанына қанша батса да, төрелердің ескі дәстүріне салып, жас тоқалың төркініне көшіре алмаған. Өз басына қауіп төнген осынау аласапыран кезде Тәуке балаларымен шатысуды қажет деп таппаған. Қасым төре көкжалдарын жеңіп алсам, сода менің тақияма тар келмес деп өзіне өзі жұбату айтқан. Оның үстіне төре тұқымы бір әке шешеден туып, бір емшектен сүт ембесе, бірінің қызын қарындасын бірі алып, күйеуі өлсе оның әкесіне немесе ағасына тиіп шатысады да жатады. Қара қазақтай әйел мәселесінде ұят, обал, ата жолы деп ар-намысы сылтаулап, төрт тағандап жатып алмайды. Қашанда болса бос белбеу, көйлек етегі жеңіл, сыпырма босан келеді. Сондықтан да қалың қазақ арасына бұқар жырау айтқан. Қатың алма төреден, қатың алсаң төреден, еркегі болар жау жаңды, ұрғашысы ер жаңды деп басталатын өлең кең тараған. Төре тұқымнан шыққан сұлу әйелдің ер жанды, еркек құмар салтына еті үйреніп кеткен сұлтандар, егер ел билеу, мансап сақтау тілектеріне шипасы тиер болса, қатын қыздарының үй арасындағы боз балашылығына мән бермейтін. Көргенін көрмегендей боп, жауырды жаба тоқып жүре беретін. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің. Қоңырқұлжада тұқымының ауызданған салтынан асалмаған. Мың жылқы суарылғанда лайланбайтын көз бір тентек баланың ыш еткеніне бүліне қоймас деп, еркек жанды тоқалдың қылығын баласы Шыңғыс қаза тапқаннан кейін тіпті ұмытуға айналған. Кенесарының ойы Ақмола бекінісін шабу секілді деген ожардың алғашқы хабары жеткен күні-ақ Қоңырқұлжа тоқалының ауылын төркін жұртының жермен шектес Есіл өзенінің төменгі жағына көшірген. Өйткені Кенесары жалғыз Қоңырқұлжаға ғана емес, Жамантайға да өшігулі. Тек Қарқаралы шалғай болып, әзірге сондықтан ойран сала алмай жүр. Ал реті келсе, жақын жердегі Тәукенің кіші қызының ауылын ең алдымен шабар анық. Осы жағдайды ойлаған аға сұлтан Зейнепті өзінің еншісіне тиетін 3000 жылқымен төменгі түбекке көшіріп тастаған. Бұл жер Құдайменді балаларының анда-санда көшетін тың жайылымы болатын. Әлі сығы толарса қоймаған желтоқсанның аяқ кезі еді. Қызғалдақ, сарғалдақ, бақ-бақ, лала, жаушымылдықтар гүлденіп бітіп, бетеге, көкпек, сарғылт тартып, итмұрын, жуа, қарабауыр, жалбыз, қара қарақат, қызыл қарақаттар қата бастаған. Арқа жерінде сирек кездесетін түйе тікеннің жапырақтары түсіп, сабыз серейіп, басы домалана ербиіп, шатыр, қарабауыр, шырғанақ тарамыстана түскен. Есіл өзенінің жағасында ойдым-ойдың боп бітетін тал, шетен, сарағаш, қайың, аршалардың жазғы тұрымғы жасыл шапырақтары сарғылттанып, ал кейбіреулері үнемі соққан желдің екпініне шыдай алмай сидия қалған. Соңғы 2 жылдың ішінде Құдайменді балалары Ақмола бекінісінен ұзап көшуден қорқып, бұл араға қонбағандықтан күзгі шөп әлі тың. Оның үстіне Есіл өзені жазғы тұрым тасығанда кішігірім көл болып қалатын қамысты қарасулардың беті мен жағасы құсқа толы. Бұл арада кішкентай көк торғай, бөдене, көк серке, жағалтай кекілік, бал тұмсық, шілден бастап, үлкендігі анау-мынау қозылақтан кем емес қарағаз, бір қазан, дуадақ, қарабай, қарғауыл мол болатын. Қазақ даласының өзге жерінде сирек кездесетін жайра, тағанақ, сақалта, алақұмай, көк қарға, қодас, қоңылтырды да іздеген адам табадың. Көлдерінде қаз үйрек, аққу, қарақу тыным алмай сыңсып ән салатын. Қазақ даласында жайшылықта мол кездесетін қоян, қасқыр, түлкі, қарсақ, борсық, суыр, ақтиін, күзендерден басқа бұл арада ақкіз, қарағанның қара түлкісі, қырдың қызыл түлкісі, көл өзендерінің жағасында сусар, құндыз, бұлғында ұшырайды. Кейде әлде қалай жем іздеп келген сілеусін мен ши бөрі де кездеседі. Осы араға Зейнептің аулы келіп қонған. Қоңырқұлжа ұры қарыдан тоқалының мал мүлкін қорғау үшін сойыл сүйреткен 50 жігіт күзетші берген. Қарындасының көші Қарқаралы шетіне келіп тоқтағанын естіген Жамантай, Кенесарының сарбаздары аш қасқырдай жортқан мезгіл ғой, ел шетіне келіп қонған қарындасымды шауып кетсе, Құдайменді тұқымының бетіне қарай алмаспын деп Зейнептің аулын күзетуге тағы да 100 жігіт жіберген. Жамантай сескенетінде қисыны бар. Осының алдында ғана Кенесарының көк бөрілері Есеней аулын шауып кетті деп естіген. Осындай бір жағы қорған, бір жағы аңдушы 150 жігіті бар жас тоқал ойын сауығын құрып,
көк есілдің жағасында қаннен қаперсіз жата берген. Оған жан жағындағы екі елдің қыз бозбалары да жиі қатынасуда еді. Зейнепке пәленшенің болыс баласы сені бір көруге құмар екен. Түгеншенің бұқараға керуен айдатып жүрген мырзасы бір түндік ұйқындық құюын үшін 4 ай шайы 5 бас қант жіберіпті деп бой жете бастағаннан сөздерін жеңіл өткізіп үйренген жеңгелері де келіп кетіп жатқанды. Бәрі де жас құлынның етін жеп, сарығымызбен қою шайын ішіп, Еркежан-ау, бөксен әбден толып, өзің төлегеннің 40 күн шапса болдырмайтының көк жорғасындай жалпақ жауырың болыпсың ғой деп қалжыңдап, не болмаса 4 түлегін түгел тек енді ғана сұлтан байына бір ұл тауып беріп, оның тізгінің мүлде қолын ал деп ақыл айтып көңілін көтеретін. Бұрынғыдай Еркем-ау, бәленшенің аузың суы құрып жүр, бір түнге көңіл бөлсең нетеді деген болмаса, жас кезінде қызық көргенге не жетеді? Ағанның көзіне шөп салмай, етегіне намаз оқып жүр дейсің бе бізді? Сен де құр қалма деген секілді Зейнептің жанына майдай жағар сөздер бірді-бірді айтпаған. Ал ауыл ішіндегі көз тоқтайтын Төлеңгіт, не болмаса өзін қорғауға берген сарбаздардың бірде-бірі не күндіз, не түнде Зейнептің ақ отауын есігін ашпайды. Ал есігін ашар болса, іштерінде нелер боздақ, нелер саңдақ бар, оны Зейнеп сырттай аңғарып қалған. Кім біледі? Ол жайсаңдардың ішінде де шіркін-ай, оңашада қолыма бір түсер ме еді деп Зейнепке сыртынан құмартып өліп жүргендер де аз емес шығар. Бірақ Қоңырқұлжаның кәрінен қорқады. Жамантай да Қоңырқұлжа да жігіттеріне ауыл ішіне кіруші болмаңдар, қостарыңды далаға тігіп, тыныштықтарын сырттан бақылаңдар деген. Бұл шартты бұзғысы келген Зейнепке қызыққан кейбір өжет жігіттер Қоңырқұлжаның сақ құлақ тыңшыларынан сескенетін. Түн жасырғанда тыңшы көреді, жас тоқалдың ебін табамын деп жүріп, кеудесіне қанжар қадауға кім құмар. Ал күнде сан мезгіл жас қуырдақпен балбыраған уыз етке тойынып, балқаймақ пен сары қымызға ғана сусының қандырып Зейнеп, күйеуге шыққалы еркексіз 3 күн жатып көрмеген жас денесінің күйіп жандырған қызуын баса алмай, құшырлай қысқан жүнді кеуде бурасан жігіттерді аңсап өліп өшіп барады. Оған мауқын басар еркек құшағы болмаса, мынау үлдемен бүлдегі бөлінген ақ қозы жүннен бастырған 6 қанат ақ отау, көл жағалай жусаған үйір-үйір көк ала көп жылқы, құрметтеп бас иген қыз келіншек, Төлеңгіттердің бірде-бір қызық емес. Барлық ойы тілегі, мейлі соқыр болсын, ақсақ болсын, тек құмарлық айызын қандырар еркекте ғана. Мауыққан мысықтай көзі тұманданып, ал қызыл бүрте еріне кеуірсініп кеткен. Ақмолада болып жатқан уақиғадан Зейнеп бейхабар. Шабарман ертең келмек. Әрине ол байы Қоңырқұлжаға тез жетсін деп әмір жібереді. Кәрі тарланның кей қимылы жас тұлпарға бергісіз. Сондықтан да Зейнеп оны аңсай түскендей. Бірақ Қоңырқұлжа келгенше де шуда жіптей созылған ұзақ 2-3 күні бар алды да. Зейнеп ызадан құшақтап жатқан ақ мамық жастығын түйгіштеп жіберді. Сәске болып қалған кез еді. Енді ол орнынан тұрмақ болып аяқ жағында кебісін киіп көтеріле бергенде, кенет үй сыртынан ат дүбірі естілді. Жүрістері өктем емес, баяу, жаяу адамдар секілді. Бұл кім болды екен деп Зейнеп сәл ойланды да, әдеті бойынша есігінің сыртында отыратын күңді шақырды. Есікті ақырын ашып үйге кексе қара бұжыр әйел кірді. Төре қызы, деді күң. Жиеніңіз келіп түсіп жатыр. Қай жиенім? Масан би ауылындағы. Қойшы? Зейнеп орнынан атып тұрды. Масан қарқаралыға аты шыққан би, қаракесек қаз дауысты Қазыбектің ұрпағы, Жамантайдың ақылшысы. Масанның аталас ағайыны арғы бабалары жалғыз көз, орақ, қияқ, тұяқ батырлардың жауынгері болған. Атығай Құсбектің немере қарындасы Гүлбаршынды алғанды. Осы келіп тұрған сол Атығайдың баласы Есіркеген екен. Баянауылда орыс мектебінде оқып жүрген 16-17 жасар бала жігіт. Зейнептен 4 жас кіші. Зейнептің Есіркеген атын естігенде төсектен атып тұрмасқа амалы жоқ. Зейнеп 15-ке шығып, Қоңырқұлжа биыл ұрын келеді екен деп жүргенде Құсбек ауылына барғанды. Сол жылы Есіркеген де нағашысының ауылына келген. Үріп ауызға салғандай аппақ жүзді, үлкен қой көзді 11 жасар баланы нағашы апалары қызық көріп, бірінен соры бірі үйлеріне шақырып қондыратын. Ол кезде әлі әжетке жарамаған еркек баланы бой жеткен, немесе бой жете бастаған қыз балалардың бір төсекте жаны алып жатуы ерсі емес. Тіпті әке-шешелері бой жеткен қыздарына қорған болсын деп, ондай баланы әдейі жатқызады. Есіркегенге Құсбек нағашысының үйіне қонған күні 10 жақтағы кен болыске керуетте 2 апасының ортасына ұйықтауға тура келді. Бір апасы осы бой жетіп қалған Зейнеп. Екіншісі Атбасар дуаның бір сұлтанына ұзатылған, енді төркіндеп келіп жатқан Құсбектің үлкен қызы Қадиша деген сұлу келіншек. Қысты күні еді. Үйде сол күні қасқыр қуып аттары болдырап қонып қалған 1-2 бекзадалар да бар болатын.
Құсбек төренің өзі үйде жоқ. Бозбалашылықты басынан талай өткізген сары қарын бәйбішесі үйінде жатқан қонақтарынан қауіптенді ме, әйтеуір екі қыздың ортасына жиен баласын жатқызған. Қыз ояту ол күнде дағдылы әдет. Шам сөнген соң біраздан кейін қара сақалды қонақтың ертегісін тыңдап жатып есіркеген ұйықтап кеткен. Қанша ұйықтағаны белгісіз, өлден уақытта оң жағында Зейнептің есіркегенді сен былай жат деп құшақтай іргесіне салғанында ғана оянып кетіпті. Болыскей керует ақырын қозғалып, түйіршік шиыршықтарының күміс қоңыраудай әлсін-әлсіл шылдырағандарына қарағанда төсектеріне үшеуіне бөтен тағы біреу келген секілді. Мұның нендей мәні барын білетін бала кенет ызасы келіп, қызған шақтығы ұстап, бұл кім ей деп айқай салып жібермекші де болды. Өйткені бағана төсекке жатқызар алдында үлкен нағашы апасы ойыны шыны аралас байқап ұйықта апаларыңды біреу-міреу ұрлап әкетіп барып жатса айқай сал деп күлген. Бұнысы байқа күзетшің бар деп қыздарың қорқытқаны еді. Осы сөз есіне түскен есіркеген бірден айқайлауды ерсі көріп, бұл кім ай деп қолын созғанда алақаны ертекші қонақтың қара сақалына барып тиген. Баланың бір сойқан шығарарын сезіп қалған Зейнеп дереу есіркегенге бұрылып, тентек жиенің бауырына қысып бетінен сүйе бастаған. Дәл қасында жатқан келіншек апасының қуанышы қызықтырды ма, әлде ұзақ созылған керует дірілі, қауызын ашуға жаңа жеткен гүл жайнаған жас дененің сезімін оятты ма? Зейнеп біз де сөйтейік деп есіркегенді бұрынғысынан да құшырларына бауырына қыса түскен. Нағашы апасының сөзін жыққысы келмеді ме, әлде оның ыстық лебін өн бойын қытықтап, бұрын білмеген бір ғажайып дүниеге бөледі ме? Есіркеген әйтеуір Зейнептің қолын қақпаған дегеніне көне берген. Ертеңіне есіркеген апаларына ұялып үйден таң атпай зытып отырған. Тіпті ауылына кеткенше бұл үйге енді қайтып басын да сұқпаған. Содан бері нағашы апасы Зейнепті көргелі келгелі осы. Арада 6 жыл уақыт өтіпті. 6 жыл жас баланың ер жетіп, ал ер жеткен қыздың дүниенің нелер ыстық суығын басынан өткізіп үлгеретін уақыты. Зейнеп тез киініп шымылдықты түрді. Сөйткенше болған жоқ, қамшысын бүктей ұстап есіркеген «Ассалаумағалейкум» деп үйге кіріп келді. Бұл баяғы ешкінің асығындай кішкентай есіркеген емес. Болығы өскен денесі сұп-сұңғақ, бозғылт беті сәл сопақтанып, ет жеңділеу мұрны шеміршектеніп, қырланып, жоғарғы ерінің үстінде азырақ ұлпа жүнді мұртта көріне бастапты. Қалада оқып жүрсе де ауыл жігіттерінше киінген. Басында сырты көгілдір пайы, қара көк елтірі бөрік, үстінде жағасы көгілдір барқытпен көмкерілген. Ақ ботаның түбітінен өрмектеліп тоқылған қысқа етекті шапан, шалбары да осындай ақ бота түбітінің өрмегінен. Кен балағына екелідей бөркінің тысы мен шапанының жағасы тәрізді. Көгілдір барқыт ұстаған, белінде пат сайындан ызған шашақты белбеу, қисық жаға қара атлас көйлегінің азғантай ғана өңірі көрінеді. Аяғында шоңқайма қара былғары етік. Есіркегеннің 17-ге жаңа шықса да кәдімгідей қыз-қызғар жігіт болып қалғанын Зейнептің ойнақы көзі бір көргеннен-ақ таныды. Ол құшағын жайып қарсы жүрді. Жиенің бауырына қысып екі бетінен кезек-кезек сүйді. Нағашы апасының ыстық ерні апалық ілтипатынан гөрі ыстығырақ тигенін қысылып, есіркегеннің екі беті дуылдай жанып қызарып кетті. Әлде бұдан 6 жыл бұрын өткен оқиға есіне түсті ме? Ол әйтеуір Зейнептің құшағынан қымсына қымылтып тез босанды. Ауыл аймағын әке-шешең аман ба деді Зейнеп жайраңдай. Өзің де үлкен жігіт болып қалыпсың. Сіләм оның да есіне баяғы түн түскен болу керек. Ол сылқ-сылқ күлді. Оқуда деп еді. Қала қыздары өздерінің өнегелеріне үйреткен шығар. Нағашы апасының салған жерден әзілдесе сөйлегені есіркегенге ұнаған жоқ. Сөйтсе де жылы жауап қайырды. Оқуда екенім рас, бірақ қыздардан емес, мұғалималардан өнеге алып жүрмін. Қойшы, олардың өнегесі біздердікінен өзгеше болады мекен? Қой сойылып самаурын қойылды. Қыстан шыққан сүр қазы салынған. Таң асқан уыз қымыз ішілді. Ет пісер кезде ауылдың бір-екі ақсақалдары шақырылды. Ет жеп қымыз ішіп, аз уақыт әңгіме құрып, олар да кетті. Оңаша қалған жиенінен қаланың жайын сұрап нағашы апасы өліп барады. Қатынды қаладан аласың ба, даладан аласың ба деп қояды сөз арасында. Қала қыздары бізде емес, бапты келетін шығар, көрдің бе өздерін деп сылқ-сылқ күледі. Есіркеген ұялғанынан жалтара жауап береді. 17-ге келіп қалды деген аты болмаса, ол әлі де қауызын жарып ашылмаған гүл тәрізді. Қалжыңдаған боп көңіліне шоқ сала сөйлеген нағашы апасына кейде ренжіп қалғандай өкпелей қарап, әзіліне көз жасындай таза мөлдір бұлақ сезіммен жауап береді. Ал Зейнеп болса, бала жігіт ыңғайына көнбеген сайын бұрынғысынан да өршелене түседі.
Төр алдында шәйі көрпесінде мамық жастықты шынтақтай сұлаған оқыған жиеніне әлденені дәметкенде әлсін телміре қарап, оны отты көздерімен ішіп жеп барады. Ірге жақта көлбей, ақ жастықты бауырына қысып, ет бетінен жатқан күйі кейде екі аяғын кезек-кезек көтеріп қояды. Аяғын көтерген сайын тығыршық аппақ балтыры әлсін жарқ етіп көрінеді. Әлденені сылтау етіп, ақ саусақтарымен басына басы таяй түскен жиенінің біресе бетінен сипап, біресе ойнағынсып тамағынан қытықтайды. Нағашы апасы мен жиенінің онаша шүйіркелескенінен қазақ қашан ерсі көрген. Ешкім бұл екеуінің күні бойы ақ отаудан шықпай әңгімелескеніне көңіл бөле қойған жоқ. Бейшаралар бауырлас емес пе? Бірін-бірі сағынып қалған ғой, деді де қойды. Ал ақ үйдің ішінде әңгіме тіпті бөтен түрде. Еріккен жас келіншек, оқыған жас бала жігіт. Бірі арсыз нәпсі қызығын ойласа, екіншісі бөтен ойдан мүлде аулақ. Зейнеп пен есіркегеннің арасы ересек қаншық иттің жас күшікпен ойнағаныңдай. Ойлары мен тілектері шалғай жиені мен нағашы апасы ананы мұнаны әңгіме етіп, ит тартыста отырғандарында екінді әлеті де болып қалды. Есіркеген атасы Масан бидің нағашы апана сәлем беріп қайт деген ақылымен келген еді. Енді еліне жүрмек болды. Бірақ Зейнеп жібермеді. Сағынып сарғайып күліп жатқан қатының жоқ, бір күн қонып кет деп, өлердегі сөзін айтып жалынды. Есіркеген сыртқа шығып ағайын туыстарының үйлеріндегі өзге серіктермен ақылдасып еді. Жас шіркендер көңілдерін жықпас құрбы-құрдас тауып алған ба, тегіс осы ауылда бір түнеп кетуді мақұлдады. Амал жоқ, бала жігітте қонуға көнді. Зейнеп есіркегеннің серіктерімен бір-екі ауыл кісіні үйіне шақырып кешкі қонақасын берді. Олар біраз уақыт әңгіме дүкен құрысып, түн ортасы ауа тарқасты. Енді төсек салатын мезгілде жетті. Нағашы апасы жиенінің үстіне қызыл жібек түбіт көрпе жауып, астына ақ мамық жұмсақ бөстек жайып, төрге жатқызды. 8-ші шамды күндегісінен кеш сөндіріп, Зейнеп шымылдығының ішіне кіріп шешіне бастады. Жалғанда нәпсісі қозған жас әйелге қара тастай мызғымас еркекпен бір үйде онаша жатқаннан артық азап бар ма екен? Зейнепке де бұдан артық азап болмады. Ат соғып тастаған екен деп ойласын деп басы жастыққа тиісімен жорта қорылдауға айналған бала жігітке не дерін білмей, іші алай-дүлей жанып барады. Неше бүгін қарабет болса да жаныма келіп жат деп үйіне келген жиеніне қалай айтсын? Қойнына өзі кіріп баруға тағы да дәті шыдамады. Ал дәл қасындағы жігіт оған қолға түспес жұмақ ішіндегі рахаттай жүрегін удай өртеп маза берер емес. Үстіндегі көрпесін аяқ жағына сырып тастап, ақ мамық төсегінде әрі аунады, бері аунады. Түнде бүгін әлде қалай тымырсық ыстық бола қалар ма? Іштегі жалын мен сырттағы ыстық леп бірге қосылып, жас әйелдің еркек құмар денесін оттай өртеп қоярға жер таптырмады. Бұл күшік еркек кіндікті емес пе деп біресе жиеніне ашуланады. Бір ретте жаныңда жатқан қуанышты көрмейді екенсің, несіне еркекпін деп жүрсің деп оны үйінен де қуып шыққысы келді. Көз қиығын аударған жігіті көңілдегі мүддесін орындап әбден дағдыланған жас қатын есіркегеннің мұны тіпті әйелге сынап былқ етпегеніне біресе намыстанды, біресе алдында тізесін бүгіп жалынбақшы болды. Бірақ әйелдің мұндай жағдайына көңіл қояр жігіт жоқ. Ол енді пысылдап шын ұйықтауға кірісті. Шешім ойда жоқтан өзі келді. Бәлем, тұра тұр, еркек болсаң мылтығымды көрейін деді ішінен Зейнеп. Ол шапанын жамыла салып тысқа шықты. Теріс қарап ұйықтап бара жатқан есіркеген бұл не істеп жүр деп аунап түсіп көзін ашты да қайтадан ұйықтамақ болды. Сол екі ортада ересек баланы шомылдыратын үлкен жез легенді көтерген күңді ертіп Зейнеп үйге қайта кірді. Күң легенді үйдің ошақ тұратын орта тұсына қойды да сыртына шығып жез құманмен бір шелек су алып келді. Не істер екен бұл деп жігіт таңдана бастады. Ұйықтаған боп көзінің астымен қарап жатыр. Зейнеп кенет иығындағы қара мақпал шапанын жерге лақтырып тастады. Тырдай жалаңаш екен. Семізіне жаратылған байталды жұп-жұмыр аппақ денесі шаңырақтан түсіп тұрған ай сәулесімен шағылысып жарқ ете қалды. Қою қара шашын толқындата жайып, бір тізерлей легеннің ішіне барып отырды. Күңі жез құманмен үстіне су құя бастады. Бәлем қалай екен, енді не қызықпайсың ба дегендей Зейнеп көлге шомылған аққуғаздай қолтығын, екі санның арасын, мықының жұпар сабымен иісін бұрқырата баптай жуына бастады. Әдейі көр дегендей баланың басындай толық, тып-тығыршық сүйір ұшты қос анарын біресе оңға, біресе солға қарай сипай итеріп, немесе қолымен жоғары көтеріп қояды. Қолан шашын біресе алдына, біресе артына түсіреді. Бәрібір сен көрмейсің, ұйықтап жатырсың ғой дегенде ерніңде кекесін күлкі пайда болып, біресе теріс қарап жотасымен бөксесін қимылдата ойнатып, біресе бері қарап, әппақ қарасаның балтырына дейін ақ көбікпен сылап қымсынар емес. Жалғанда әлі бала таппаған әйелдің жалаңаш денесінен сұлу не бар? Есіркегенге де солай көрінді. Зейнептің аппақ денесі бір ғажайып сурет тәрізі, балтыры да кеудесі де жұп-жұмыр.
Енді есіркегеннің көзінен ұйқы бір жола қашып, тамағына бір жылы тәтті толқын келіп тірелгендей болды. Жас әйелдің бағанағы азабы енді бала жігітке ауғандай. Ол өзінің қалай ыңырсығанын білмей қалды. Оғының көздеген нысанасына дәл тигенін сезген Зейнеп дереулегеннен шығып, күніңе бәрін алып кет деп ишарат етті. Күңлегенді көтеріп, заматта далаға шығып жоқ болды. Зейнеп жез құман мен шелекті табалдырықтың арғы жағына шығарды да есіктің тегін салып қайта келді. Енді үй ортасында тұрып алып, жалаңаш денесін үлкен түкті орамалмен сүртуге кірісті. Бұрын мұндай суретті көрмеген есіркеген аң-таң. Бұл періште ме әлде басын айналдырғалы тұрған перінің қызы ма? Пісмілда, пісмілда деді ол ішінен. Адал жолыңнан адастыра көрме құдірет, кет шайтан, кет шайтан. Есіркегеннің жүрегінде екідай сезім тайталаса кетті. Бірі мақсан ақсақал баулыған әдептілік, ақ жүру сезімі, екіншісі мынау жан дүниесін оятқан ғажайып көріністен туған жастық күш. Бұл екі сезімнің қайсы жеңерін бала жігіт дәл қазір өзі де білмейді. Тек ақыл мен сезім жанталасып арпалысуда. Есіркеген осылай не істерін білмей жатқанында кенет ауыл сыртынан ат дүбірі естілді. Кім болса да жедел жүріп келе жатыр. Ет біткен ырсылдай үріп заматта ауыл іші дүрліге қалды. Зейнеп сып беріп шымылдық ішіне кіріп кетті. Сөйткенше болған жоқ, көп салт атты тыныш даланы дүрліктіре үй сыртына келіп те қалды. Дабырласа сөйлесе аттарынан түсіп жатыр. Аға Сұлтан ауылына жау болмаса бүйтіп түн ортасына жұртты оятып ешкім келмесе керек еді. Шошынған есіркеген үрпиіп төсегіне басын көтеріп алды. Дәл осы сәтте сарт етіп есіктің тегін жыла-мұла үйге Қоңырқұлжан өзі кіріп келді. Тоқал барсын бей, деді ол түтіге. Келген байы екенін білген Зейнеп шымылдықтан басын шығарып еркелей, бармын ғой деді. Немене соншама түн ортасында жұртты үркітіп? Ер өліп, есіл бұзылып жатқанда бұлғай ұйқы сенікі. Байының ашулы үнінен шошып кеткен Зейнеп төсегінен ұшып тұрды. Не боп қалды? Қоңырқұлжа жауап берген жоқ. Иығында подполковник погоны бар сары ала оқалы сүртігін шешіп жатып, не қыларын білмей төсегінің үстінде көйлекшен шошайып отырған есіркегенге көз түсіп кетті. Дереу қабағы түксие қалды. Мына үрпек басың кім деді. Оның даусында тағы бір қосымша ашулы дыбыс пайда болды. Масан би ауылындағы жиен ғой. Әй, осы сенің жиең нағашынақ бітпейді екен деп тоқалының сыры өзіне мәлімдігінің бетіне басқалы келе жатты да кілт тоқтады. Әлгі Жамантайдың қарындасының оқудағы баласы емес пе? Я, сол есіркеген ғой. Онда жата бер, таң атқасын сөйлесерміз. Аға Сұлтан төсегінің шетіне отырды да аяғындағы шпор тағылған қара хром етігін созды. Тоқал, мынаны тартып жібер. Зейнеп байының етегін аяғынан суырып алды да анандай жерге қойды. Содан кейін ғана ананың қап-қара боп түтігіп кеткен түріне қарап, өзіңде өң жоқ қой, не болды айтсаңшы, деді жаны ашығандай пішін көрсетіп. Қоңырқұлжа қабатын төбеттей арс ете қалды. Не болғанын қайтесің, өзіне керегінің аман келгеніне қуан. Саған сода жетпей ме, одан да қымызың болса бер. Зейнеп үлкен сырлы аяқпен мөлтілдете тоңазыған сары қымызды төсегінің үстіндегі көйлекшен отырған байына әкеп берді. Қоңырқұлжа сырлы аяқты ала беріп, сыртқа шығып келші, деді тоқалына. Жігіттер жайғасты ма екен? Қоңырқұлжа қымызын ішіп бола берген кезде Зейнеп үйге қайта кірді. Ауыл сыртындағы күзетшілерден бөтен ешкім көрінбейді. Жұртты дүрліктірмей тез жайғасқандары дұрыс болған екен. Жә, біз де жаталық. Қоңырқұлжа қисая беріп шымылдықты түсіріп, қасына таяған тоқалын білегінен ұстай алып, бір жері ауырып қалар-ау деп аямастан жанына құлата тартты. Үйде жатқан жиен меңге мән бермей, көжекті бас салған арлан төбеттей жұмыртқадай жұп-жұмыр жас тоқалын алпамсадай бауырына қысып умаштай жөнелді. Аға Сұлтанның күні бойы қандұрыста боп, ажалдан тек қараңғы түссе ғана аман құтылғанын тоқалы білмейді. Тек ананың жайшылықтағысынан гөрі ашулы, екпінді қимылына риза болып, бейшарай, әбден шөлдеп қалыпсың ғой деуге ғана мұршасы келді. Әр жағында үніне үн қосып, байының бабын тауып аймалаумен болды. Жұрт таңертең тұрғанда Ақмола бекінісін Кенесары әскері алғанын біле тұрды. Қапаланған да, қайғырған да бар. Қуанғандары да жоқ емес. Бұл ауылдың жігіттерін Қоңырқұлжа бекіністі қорғауға алмаған, тоқал тыныштығын күзетуге қалдырған. Қазаны бөлектің қайғысы бөлек. Өз жігіттері сау қалғандықтан нелер жақсы, немен жайсан қаза тапқан кешегі қанды ұрыс. Сырт қараған адамға бұл ауылға соқпай өткен сұрапыл дауыл секілді көрінді. Қайғысы, қуанышы болса да, жұрт сыртқа лақылдатып шығармай іштен тынды. Қоңырқұлжа таңертеңгі шай үстінде тоқалына қарап, Ақмола құлады деп қан жылар жайым жоқ деді. Бекініс керек болса, ана қарапшық кетті ғой қалған солдаттарымен омбыға. Талызин өзі қайта салар. Менің өз шаруамда жетеді. Сөйтті де есіркегенге бұрылды. Сен орысша оқи білесің бе? Білем.
Менің хатшым кеше Ақмолада оққа ұшты. Патша адамдары омбыға кетті. Кісі тауып алғанымша сен осында бол. Зейнеп жорта сөз тастады. Оқуынан қалып қоймай ма, одан да үлкен баланы шақыртсайшы. Зейнептің үлкен бала деп отырғаны Жанәділ еді. Кіші балаңды құртып едің, енді үлкен баланы ауыз салайын дедің бе? Жә, сөзді бөлмей артыңды қысып жайына отыр. Қатыңның ақылымен қоңсы қоңсаң, көршің жау шығады. Жанәділ де алысқа кетпес. Оғанда шаруа табылар. Қоңырқұлжа қайтадан есіркегенге бұрылды. Қаласың ба? Қалайын. Онда мына қағазды оқып не дейді екен, аударып берші. Омбыдан алдыңғы түні келіп еді. Әлгі қанішер Кенесарының әуресімен ашуға да қолым тимеді. Өзім оқуға түндегі ұрыстан кейін көзім ауырып отыр. Бар жылқысын Кенесары айдап әкеткеннен кейін Қоңырқұлжа жәрдем сұрап Омбы облысының бастығы Талызинге хат жазған. Бұл сол хатқа жауап екен. Бұл күндері өзінің Кенесары көтерілісін басу жайында үлкен жоспар үстінде отырғанын айта келіп, ол хатының аяғында қазір тартып алған малыңды қайтартып беретін еш күш жоқ. Болған шығынды қарамағындағы қазақтардан өндіріп алуға рұқсат етемін депті. Талызиннің мұнысы қара қазаққа қосымша салық салып Кенесарыға кеткен малыңды солардан өндіріп ал деген сөз еді. Есіркеген хат сөзін аударып берді. Қоңырқұлжа тұнжырай қалды. Бір Кенесарыға күші жетпесе, Омбыда кілең сарала, түймелі жанаралдар не бітіріп отыр. Салық сал дейді. Айтуға оңай. Биыл Көкшетау Қарқаралы дуандары 22 жылға ереже бойынша 100 қарадан бір қара жасақ жинай бастап еді. Мал ашуы, жан ашуы дейтін қазақ Кенесарыға қарай ағыла түскен жоқ па? Жау қолында кеткен 17 мың жылқыны қайтарып алу оңай ма? Оның үстіне ел биыл қыстан жүдеп шықты. Жұрт маған малын оппанай бере қоя ма? Рас, Қараөткел қазағын 40 жылға дейін патша салығынан өзім құтқардым. Жақсылыққа жақсылық дегендей мүмкін өздері түсінер. Жауға кеткен малымның орнын толтырар. Ал түсінбейді екен, өз обалы өзге. Қолынан бермесе жолынан алармын. Бірақ дәл қазір бүйтуіме бола ма? Неге болмайды? Қоңырқұлжа жылқысын Кенесары алғанда қара қазақтың жылқысын Қоңырқұлжа алмайтын не жыны бар? Аламын. Алғанда шырылдатып отырып тартып аламын. Бермей көрсін. Кенесарыға әлім жетпегенмен қарамағындағы бастары бірікпей талан-тараж болып жүрген қара қазаққа әлім жетер. Қайда барса да сорлайтын халық. Айналып келгенде Кенесарының Қоңырқұлжадан шапқан жылқысының ауыртпалығы тағы да қара халыққа түспек. Малымды тартып алды десе, қазақ обалын Кенесарыдан көрсін. Оны қолпаштап, дем беріп отырған өздері ғой, тартсын жазасын. Бұл шаруаны бір ыңғайлағаннан кейін Омбыға өзім баруым керек. Жанарал губернатор Горчаковпен ауызба-ауыз сөйлесуім қажет. Баянауылдың қазақтары Кенесарыға қосылмақ. Мені қабылдаңыз деп өтінгенде аға сұлтан мен түгілі қара қазақ Тұрсынбайдың боштайын да қабылдап, керемет құрмет көрсетіп, Баянауылға арнаулы кәрлі қылыш жасақ шығарған жоқ па еді? Менің боштай құрлы бағам бар шығар. Горчаковтың өзімен сөйлеспесем, мына Талызин дегені асықпай ұшаттың мамырлап қалған бір қазан секілді арты ауыр бір сорлы көрінеді. Осындай шешімге келген Қоңырқұлжа шайдан кейін есіркегенді оңаша алып, Ақмола өкірігінің 18 болысынан Кенесарыға ермей, аға сұлтанның қарамағында қалған 9 болысқа 17 мың жылқыны салық етіп бөлді. Жетеуіне 2 мың жылқыдан қойды да Кенесарыға қарай ек көтеріп қобалжи бастаған Атбасар мен Қорғалжын болысына 1,5 мың бастан белгіледі. Ол бұл салығын төтенше салық деп атады. Және болыстарға берген бұйрығында бұл малдар құлынды бие, үйірге салуға жарайтын айғырдан бастап тек құнажын дөненге дейін ғана алынсын. Және асыл тұқымнан болсын. Қыршаңқы, маңқа жылқы алынбасын деп анықтай тапсырды. Поштабайларын шақырып алып, мөрін басып, қолын қойған осы бұйрықтарды тез болыстарға жеткізуді міндеттеді де, өзі кенет Омбыға жүрмек болып дайындала бастады. Ілияс Есенберлиннің «Қаһар» романынан үзіндіні оқыған Айнұр Аңламасова. Жалғасы бар.